Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біздің маркетинг пәнінің 10-шы тақырыбы маркетингтегі коммуникациялық саясат. Қарастыратын 3 сұрақ. Бірінші, коммуникациялық саясат ұғымы мәні. Екінші, коммуникациялық саясаттың құралдары жарнама, жеке сату, қоғаммен байланыс, өткізуді ынталандыру. Және үшінші сұрақ, тікелей маркетинг. Сату көлемін ұлғайту және пайда табу үшін сапалы тауарлар мен қызметтерді иелену жеткіліксіз. Ол үшін тұтынушылардың санасына осы тауарлардан алатын пайдасын жеткізе білу керек. Бәсекенің күшеюі мен нарықтың тауарларымен толығуына байланысты қазіргі кезде маркетингтік коммуникациясының рөлі мен маңыздылығы өсуде. Маркетингтік коммуникация тұтынушыларға ықпал ету мақсатында тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге сұранысты қалыптастыру және ынталандыруға бағытталған шаралар жүйесі. Экономикалық әдебиеттерде маркетингтік коммуникация ұғымының тауарды жылжыту деген синонимі жиі кездеседі. Маркетингтік коммуникацияның мынандай түрлері бар. Бірінші, жарнама, екінші, өткізуді ынталандыру, үшінші, жеке, дербес персоналды сату, төртінші, қоғаммен байланыс, public relations. Жарнама дегеніміз қаржыландыру көзі анық көрсетілген, бұқаралық ақпараттар арқылы жүзеге асатын, жеке көрсетілмейтін тауар мен қызметті жылжыту нысаны. Жарнама аудиторияға екі тәсілмен беріледі. Жарнама беруші жарнаманы өзі дайындап, содан кейін оны басып бұқаралық ақпаратқа ұсынады. Екінші, жарнама беруші жарнама мақсатын атап көрсетіп, жарнама агенттіктеріне және агенттеріне тапсырыс береді. Өткізуді ынталандыру. Тауарлар мен қызметтерді сатуды ынталандыратын шаралардың кешені. Олар тауар орамасын, купондарды, сыйақы беру, тауар бағасын арзандату, несие байқаулар, таныстыру рәсімдерін өткізу, лотерея, сыйлықтар және тағы басқаларды қолдана арқылы жүзеге асырады. Жарнамаға қарағанда өткізуді ынталандыру нарыққа қысқа мерзімді әсер ету шарасы. Басқа жылжыту түрлерімен салыстырғанда оның нәтижелері тез байқалады. Тауар өткізуді ынталандыру шарасын бастаудан бұрын оның жоспары құрылып, тұжырымдамасы, түрі, шарттары, өткізу мерзімдері, ұзақтығы анықталады. Бюджетті есептеліп, өткізу арналары таңдалады. Өткізуді ынталандыру әдістеріне мыналар жатады. Бірінші, өзінің сауда қызметкерлерін ынталандыру, екінші, делдалдарды ынталандыру, үшінші, тұтынушыларды ынталандыру. Сауда қызметкерлерін ынталандыру олардың жұмыс сапасын және кәсіптік шеберлігін көрсетуге бағытталған. Олар үшін ақшалай сыйақылар, байқаулар, сауда қызметкерлерін оқыту, оларға қосымша демалыс беру пайдаланылады. Делдалдарды ынталандыру, бірінші, тауарларды тегін беру, арнайы жеңілдіктер, өткізуді ұйымдастыру бойынша байқаулар, ақпаратпен қамтамасыз ету және бірлесіп жарнама жүргізу болып табылады. Тауарды өткізуде түпкі тұтынушыларын ынталандыру маңызы орын алады. Олар келесі шаралармен жүзеге асырады. Сыйақылар, купондар, жеңілдіктер, байқаулар, несие, тауарды таныстыру рәсімі, ақшаны қайтару кепілдігі, тауар орамасы, лотерея мен сыйлықтар, тегін үлгілер. Бұлардың барлығы тұтынушының ынталандыру шаралары. Одан кейін жеке сату. Бұл жерде тауарды сату мақсатында тұтынушылармен жеке дара байланыстың орнатылуы. Жеке сату бұл тұтынушылармен кездесіп әңгімелесу барысында тауарды қолдану туралы кеңес беріп, оны ауызша ұсыну. Ол коммуникация түрлерінің ең тиімдісі, бірақ оны ұйымдастыру шығындары басқалармен салыстырғанда жоғары. Ол сауда қызметкерлерін, камевояжерлерін, агенттерін, сатып алушылармен жұмыс және тауарлар нақты жағдайда жарияланып көрсетілуі. Және public relations. Бұл фирманың жағымды бейнесін жасау мақсатында орнатылған қоғаммен байланыс жүйесі. Public relations функциялары. Көпшілікті ақпаратпен қамту және олардың көздерін жеткізу, олардың көзқарастарына ықпал ету, ұйымның жағымды бейнесін жасау. Әдістері: бұқаралық ақпаратпен байланыс, кезекті басылымдар, радио, теледидар үшін материалдар жинау, пресс-конференцияларды ұйымдастыру. Екінші, баспа өнімдері, баланктер, визиткалар, есеп-шоттар. Үшінші, кино және сурет қорлары, деректі фильмдер, суреттер. Төртінші, жарнама, фирманың бейнесіне әсер ететін. Бесінші, презентациялар. Алтыншы, демеушілік, фирманың мәдениет, спорт, білім беру сфераларындағы ұйымдарға маркетингтік коммуникативтік мақсаттарын іске асыру үшін қаржы қорларын бөлу. Жетінші, идеясын ұсыну, шешім қабылдауға оң әсерді қалыптастыру үшін мемлекеттік өкімет органдарымен байланыс орнатылады.
8-ші фирмалық стиль. Бұл фирманың өзіне және оның тауарларына ғана тән ерекше бейнесі. Ол келесі элементтерден тұрады: тауарлық белгі, логотип, фирманың арнайы жасалынған толық немесе қысқартылған атау, фирмалық лозунг, слоган, фирманың девизін көрсетеді. Бірегей стиль, фирмалық түр немесе түрлерін үйлесуі, шрифттердің фирмалық жиынтығы, фирмалық константтар, формат мәтінді әрлеу, бірегей әуендік әрлендіру. Кейде фирмалық стиль фирма жұмысшыларын ерекше киім-киістерінде көрсетеді. Фирмалық стильдің негізгі мақсаты фирма тауарларын оңай танымды ету. Тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.